Шоу-бизнес әлемінде жылдам ақпарат барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армығазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Қайрат Әділгерейдің әйелі Мөлдір Мұқанова жайлы ел естімеген шындықты айтты. Танымал әзілкеш Қайрат Әділгерейдің жары Бақыт Тұрман Мөлдір Мұқан туралы күтпеген мәліметін айтты деп жазады өзгеріс.инфо. Бақыттың айтуынша, олардың арасындағы қызғаныш пенен көре алмаушылықтан туған қиын сәттер аз болмаған. Кей кезде Мөлдір тіпті Бақыт сахнаға шықса, мен күйеуімнен ажырасамын дейтін. Менің өнер көрсетуіме оның отбасылық өмірінің қандай қатысы бар? Сол арқылы мені сахнадан ығыстырғысы келетін сияқты. Бұл таза көре алмаушылық деп ойлаймын. Ақыры екеуі ажырасып кетті. Ал назар басқа жаққа ауысқан соң Қайраттың жолы ашылды. Оның бағы әзіл әлемінде емес, түнгі студияны жүргізуге бастаған кезде жанды дейді ол. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз.